Армысыздар құрметті көрермендерім. Өзбекстан орталық Азиядағы 5 мемлекеттің бірі. Бүгінгі видеода дініміз, тіліміз, салт-дәстүріміз ұқсас Өзбекстан елінің тарихы, ежелгі қалалары, ерекше палауы мен көлігі жайлы білетін боласыз. Ендеше бастайық. Әкімшілігі жағынан Қарақалпақстан атты автономиялық республикаға және 14 облысқа бөлінеді. Өзбекстан астанасы Ташкент қаласы. Көп ұлтты мемлекет. Мұнда 120-дан астам ұлттар мен ұлыстардың өкілдері тұрады. 2021 жылдың ортасына қарай республика халқының саны 33 миллион адамға жетті. Ұлттық құрамы өзбектер 75%-ді құрайды. Онан басқа орыстар 6%, тәжіктер 5%, қазақтар 4%, татарлар 2%, қарақалпақтар 2% және тағы басқалары. Бұл халықтың заманауи этногенезі түркілерден ғана емес, Иран тілді тайпаларынан таралған. Халықтың басым бөлігі, яғни 95%-ға жуығы ислам дінін ұстанады. Ірі қалалары Ташкент, Самарқан, Наманган, Әндіжан. Валютасы сум. Қазақстанның 1 теңгесі 26 сумға айырбасталады. Өзбекстанда автокөлікті тек жүргізушісімен ғана жалдай аласыз. Қазіргі президенті Шавкат Мирамонович Мирзиёев. Өзбекстан қалаларының қайсысын алып қарасаңыз да, айрықша бір үйлесім, үндестік бар сынды. Ол ең алдымен тарихи мұраға байлығы. Екіншіден, жасыл желекке көмкерілген көрікті жерлерінің көптігі. Өзбекстанның елордасы Ташкент әкімшілік орталығы. Халық саны жөнінен ТМД елдерінде 3-ші орында. Орталық Азияның ең көне қалаларының бірі. 2006 жылы қаланың ресми түрде тіркелген тұрғын саны 2,1 миллион болды. Бейресми деректер бойынша 3 миллионға дейін жетті. Орта ғасырлар заманында қала Шаш деп аталды. Кейінірек ол Шаш қаласы деген мағына беретін Шашкент деп атала бастады. Кант, Қант, Кент, Кат, Кут. Осы жалғаулардың бәрі көне парсы тілінен алынған қала дегенді білдіреді. Мысалы, Самарқан, Жаркент, Пенжакент сияқты қалалардың аттары осылай пайда болған. 16 ғасырдан кейін Шашкент деген атау Ташкент деген түрге өзгерді. Түсініксіз ескі атауына қарағанда, жаңа атау Тас қала, халық этимологиясының арқасында түсініктірек бола бастады. Ташкент деген атау орыс тілінің әсерінен қалыптасқан. 1917 жылғы төңкерістен кейінгі болған өзгерістердің нәтижесінде және әсіресе 1966 жылғы жер сілкінуден кейін Ташкент көптеген дәстүрлі сәулеттік мұралардан айырылды. Алайда, онда мұражайлар және кеңес дәуірінің ескерткіштері көптеп кездеседі. Мысалы, Көкілдаш медресесі, Чорсу базары, Телешаях мешіті, Жүніс хан мазары, Төле би мазары, князь Романовтың сарайы, Әмір Темір мұражайы және тағы басқалары. 2021 жылдың 1 маусымында, яғни балалар күнінде, Өзбекстан мемлекетінің астанасы Ташкент қаласында Magic City аталатын кіші Диснейленд ашылған болатын. Magic City Ташкенттің орталығындағы орталық Азияда теңдесі жоқ жоба. Бұл туралы толығырақ білгіңіз келсе, осы видеодан кейін менің Ташкенттегі Диснейленд жайлы видеомды тамашалаңыз. Ташкент телевизиялық мұнарасы орталық Азиядағы ең биік ғимарат болып табылады. Биіктігі 370 метр, дүние жүзіндегі 9-шы орында. Ташкентте 19 ғасырдың екінші жартысына дейін құл базары болған. Онда адамдар еркін сауда-саттыққа салынып, малға, үй мүлігіне айырбас жасалып отырған. Бұл жерде биік ғимараттар аз. Олардың көпшілігінің биіктігі 3-5 қабаттан аспайды. 2009 жылы бұл көне қаланың ресми жасы 22 ғасырдан асты. Самарқан, Өзбекстандағы ежелгі қала. Самарқан облысының әкімшілік орталығы. Зиравшан өзені аңғарында орналасқан. Халық саны 519 мың. 2016 жылғы санақпен халық саны 519 мың адамға тең. Халық саны бойынша Өзбекстанның 3-ші қаласы. Біздің заманымыздан 4-ші ғасырда Марканд деген атпен белгілі болды. 4-ші ғасырдан 6-ші ғасырға дейін түрік қағанатының құрамына енген Соғды мемлекетінің астанасы болды. 1970 жылдың қазанында Самарқаннан 2500 жылдығы аталып өтілді. Жаугершілік заманды, сауда-саттық қызған шақтың куәсі болған қалаға ат басын бұрып, тарихпен танысқысы келетін туристердің қарасы қалың. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, Самарқан көктем-жаз айларында ерте кездегідей сауданың мекеніне айналады. Регистан Самарқанның басты тарихи алаңы.
Ең атақты рейстан саналатын Самарқан алаңы 3 медреседен тұратын архитектуралық ассамблемен танымал. Әмір Темір кесенесіне келіп жатқан адам көп. Себебі мұнда Әмір Темір мен оның ұрпақтары жерленген. Бастапқыда бұл кесенені Әмір Темір ұлы қайтыс болғаннан кейін салуға бұйрық берген. Бір деректер кесененің алғашқы нұсқасы билеушіге ұнамаған соң қайтадан салынғаны айтылады. Қазір мұндағы басты бөлмедегі сәулет өнері ешкімді бейжай қалдырмайды. Өзбекстандағы қала Бұхара облысының орталығы. Қызылқұм шөлінің оңтүстік шетінде, Зеравшан өзені аңғарының батысында, Бұхар шұратының орталық бөлігінде, Шахрут каналының бойында, теңіз деңгейінен 226 метр биіктікте орналасқан. Біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықтың орта шенінде іргесі қаланып, бастапқы кезде соғды тілінде Нумишкат деп аталған. Бұхара атауы алғаш рет жазба деректерде 5 ғасырдағы Қытай жылнамасында кездеседі. 709 жылы арабтар басып алған кезде ол орталық Азиядағы ірі сауда және мәдени орталығы болған. Бұхара Өзбекстанның ірі өнеркәсіп және мәдени орталығы. Қаракөл өңдеу, мақта тазалау, май зауыттары, жібек, трикотаж фабрикалары, ет, сүт, шарап, тағы басқа кәсіпорындар бар. Архитектуралық ескерткіштер саны 140-қа жуық. 1996 жылы ЮНЕСКО Бұхараны әлемдік мәдениет ошағы болған қалалардың қатарына қосып, оны өз қамқорлығына алатынын мәлімдеген. Уақыт өте келе өзбек мәдениеті бойына тілдік те, мұсылмани да дәстүрлерді жиып, соның арқасында Наурызды да, Құрбан айтты да жаппай атап өтуді дәстүрге айналдырған. Палау немесе ошпен бәрі жақсы таныс десек артық болмас. Өйткені ол өзбек асханасының өзіндік ерекшелігі саналады. Түп төркіні тым тереңге кетіп қалғаны сонша, палауды тұңғыш рет кімнің қашан жасағанын анықтау мүмкін емес. Арада қанша уақыт өтсе де, өзбектер арасында палау маңызын еш жоғалтқан емес. Оны отбасылық бас қосуларда, тойлар мен ас бергенде, кез келген жиында әзірлейді. Бұдан бөлек, Өзбекстанда әр аймақтың палау әзірлеудің өзіндік тәсілдері барын да айта кету керек. Мысалы, Ферғана палауына күріштің сирек кездесетін сорты Девзираны қосса, Самарқан палауын араластырмай қабат-қабат қылып пісіреді. Ташкент палауына ноқат пен мейіз қосатын болса, Бұқар палауын жез қазанда сорпа мен асылған ет қосып жасайды. Орта Азияның басқа халықтары секілді, өзбек халқы да көктемдегі күн мен түннің теңескен күні Наурызды тойлайды. Бұл уақытта Қазақстанда бірлесіп Наурыз көже әзірлеп жататын болса, өзбек халқының мұндай дәстүрлі тағамы деп сүмәләкті айтуға болады. Мерекелік асты тартылған бидай дәндерінің шырынынан істейді. Оны өсімдік майына қайнатып, ұн қосады. Ал сүмәләк күйіп кетпес үшін қазанның түбіне бірнеше тас пен грек жаңғағын салып қояды. Шамамен 20-24 сағаттай қазанда тұрады. Оны әзірлеп жатқанда би биленіп, ән айтылып, көтеріңкі көңіл күйде болуы шарт. Өйткені оны бір отбасы ғана емес, бір махалла болып бірігіп істейді. Әлгі тартылған бидай дәндері жабысқақ әрі тәтті қоспаға айнала бастағанда, суытып, одан соң кеселерге құйып беріп, көршілерге дәм татқызады. Өзбек тағамдары алуан түрлі. Оған халықтың көшпелі және отырықшы өмір салты әсер етеді. Тағамдары бүкіл әлемге танымал: лағман, палау, манты. Өзбекстанда бұл тағамдар кейбір ерекшеліктермен дайындалады. Халықтың еш жерде пісірілмейтін өзіндік тағамдары да бар. Өзбек тағамдарының өзіндік дәстүрлері де бар. Өзбектер нанды қатты құрметтейді. Тандырды дастарханға тек бетін жоғары қаратып қояды. Тойларда дастарханға тек жұп сандағы тандырлар қойылады. Аза тұту шараларына тақ қойылады. Тандырды алу астың басталуының белгісі. Әдетте мұны үлкен отбасы мүшесі немесе кішісі жасайды, бірақ тек рұқсатымен ғана. Дастархан басындағы ең үлкені алдымен тамақты бастауы керек, ал қалғаны одан кейін ғана. Бұл ережеге бағынбау надандық болып саналады. Үйлену тойларына, түрлі мерекелер мен естеліктерге әрқашан палау әзірленеді. Пісіру түнде басталып, тағам таңертең ерте дастарханға беріледі. Палауды өзбектер күні бүгінге дейін қолмен жейді. Бұл қиын емес, бірақ біраз шеберлікті қажет етеді. Равон 2015 жылы құрылған Өзбекстанның ұлттық автомобиль бренді. Мәскеуде өткен жаңа брендтің тұсаукесерінде Уз Автосанауд компаниясының өкілі Равон сөзі Reliable Active Vehicle on Road. Сөзбе-сөз жолдағы сенімді белсенді көлік сөзінің аббревиатурасы екенін айтты.
Сондай-ақ равон сөзі өзбек тілінен аударғанда жарық, таза, тегіс, түзу жол немесе оңай жол деп аударылады. 1993 жылы оңтүстік кореялық Daewoo корпорациясымен бірлесіп келісім жасалды. 1994 жылы оңтүстік Кореяның Daewoo корпорациясы мен УЗ Auto Санот арасында біріккен УЗ Daewoo Auto автомобиль жасау компаниясы құрылды. Қол жеткізілген келісімге сәйкес Өзбекстанның Асака қаласындағы арнайы салынған зауытта автокөліктерді шығару 1996 жылы басталу керек еді. 96 жылдың 9 шілдесінен бастап Асака зауытында Daewoo Damas, Daewoo Nexia және Daewoo Tico автокөліктерін шығару басталды. Жоба бойынша автозауыт жобалық қуатына 2002 жылы шығу керек еді. Дегенмен, бүгінгі күнге дейін автокөлік өндірісінің жобалық деңгейіне қол жеткізілген жоқ. Мысалы, 2006 жылы шамамен 160 мың дана, 2011 жылы 175 мыңдай өнім шығарылды. Көптеген себептердің бірі оңтүстік кореялық серіктесінің банкротқа ұшырауы болды. 2016 жылы Ravon Nexia өндірісі іске қосылды және Chevrolet Cobalt Ravon R4 болып өзгертілді. Daewoo брендінің өндірісі толығымен тоқтатылды. 2017 жылы Қырғызстандағы Ош қаласында Ravon Motors автосалоны ашылды. 2015 жылғы 8 қазанда Мәскеуде жаңа брендтің тұсаукесері кезінде жаңа Ravon брендінің үлгілері ұсынылды. Ravon Nexia R3, Ravon Gentra, Ravon R2 және Ravon R4. Сондай-ақ Ravon таяу жылдары жаңа автомобиль үлгілерін, соның ішінде қалалық седандарды, кроссоверларды және жол талғамайтын көліктерді құрастыра бастайтыны белгілі болды. Өзбекстан жерін адамдар ежелгі тас ғасырынан бастап мекендей бастады. Қола дәуірінің соңында алғашқы мемлекеттік бірлестіктер, соғды мен хорезм тайпалық одақтары құрыла бастады. Біздің заманымыздан бұрынғы 5-4 ғасырларда ел аумағы Ахемен әулеті, бірінші Парсы империясы деп те аталады. Бұл кезеңде өзбек жерін мекендеген халықтар мен олардың тарихы туралы Геродоттың жазбалары мен Бехистун сына жазуында айтылады. Біздің заманымыздан бұрынғы 330-328 жылдары өлкеге Ескендір Зұлқарнайын шапқыншылық жасады. Грек-Македон империясы ыдырағаннан кейін ел аумағында әртүрлі кезеңдерде Бактрия, Кушан патшалығы, қаныл мемлекеттері өмір сүрді. 7 ғасырда ел аумағы батыс түрік қағанатына бағынды. Осы кезеңде Ұлы Жібек жолы дамып, Самарқанд, Бұхара, тағы басқа қалалар ірі сауда орталықтарына айналды. 7 ғасырдың аяғында қағандық ыдырап, өлкені арабтар жаулап ала бастады. Халық жаппай ислам дінін қабылдай бастады. Араб мәдениетінің ықпалымен Мауараннахр аймағы ислам әлемінің аса ірі мәдени орталығына айналды. 9 ғасырдың басында араб халифаты ыдырай бастады да ел аумағында Самани мемлекеті құрылды. 10-12 ғасырларда ел аумағында Қарахан мемлекеті, Ғазнауи әулеті, Салжұқ мемлекеті кезек-кезек билікке келді. 14 ғасырдың екінші жартысында Әмір Темір Мауараннахр жерінде қуатты империя құрды. Оның астанасы Самарқанд қаласы ірі сауда орталығына айналды. Үндістан, Қытай және Шығыс Еуропа арадағы тікелей сауда байланысы елдің экономикалық және мәдени өркендеуіне әсерін тигізді. Өзбек мемлекетінің тарихи негізі қаланып, саясат, экономика, мәдениет, ғылым мен өнер саласында ірі табыстарға қол жеткізді. Әмір Темір өлгеннен кейін қуатты империя екіге бөлінді. 15 ғасырдың соңы мен 16 ғасырдың басында Орта Азияны Мұхаммед Шайбани ханның көшпелі өзбек тайпалары басып алды. Көшпелілердің жергілікті тұрғындармен сынысуының нәтижесінде өзбек этнонимі орныға бастады. 17 ғасырдың басында Бұхара хандығы, Хива хандығы, 18 ғасырдың басында Қоқан хандығы құрылды. Хандықтар арасында халықты күйзелткен үздіксіз соғыстарға қарамастан, өлкенің шаруашылық мәдени тұрмысы әрі қарай дамыды. 19 ғасырда Британ империясы мен Ресей Орта Азияға, оның ішінде Өзбекстанға да көз тігіп, пайдалы қазбалар көзін иеленуге ұмтылды. Қазақ жеріне мықтап орналасқан Ресей Бұхар, Хива және Қоқан хандықтарымен дипломатиялық байланыс орнатуға тырысты. Ресей басқыншылары Орта Азия жеріне басып кіріп, 1876 жылы орталығы Ташкент қаласы болатын Түркістан генерал-губернаторлығын құрды. Орта Азия Ресейдің отарына, оның аграрлы шикізат базасына, өнеркәсіп бұйымдарын өткізу ауданына айналды. 20 ғасырдың басында орыс шаруаларын Орта Азияға қоныс аударту басталды. 1917 жылғы Ресейдегі төңкеріс елдің қоғамдық саяси өміріне өзгерістер алып келді. Шура-и-Ислам, Шура-и-Улема ұйымдары, жас бұхаралықтар қозғалысы пайда болды.
діни және түрікшілдік қозғалыстары күшейді. Көп ұзамай Хиуа мен Бұхар хандықтарында да кеңес үкіметі күшпен орнатылып, халық толқулары Қызыл армия тарапынан қатыгездікпен жанышталды. 1924-25 жылдары Орта Азия елдерінде ұлттық межелеу жүргізіліп, КСРО құрамында Өзбек КСР құрылды. 1937 жылы қабылданған Өзбек КСР конституциясы КСРО тарағанға дейін қолданыста болды. Екінші дүниежүзілік соғысқа өзбек халқы да белсене араласқан. 1991 жылы 31 тамызда өткен Өзбек КСР жоғарғы кеңесінің сессиясы елдің атауын Өзбекстан Республикасы деп өзгертіп, 1 қыркүйекте елдің тәуелсіздігі туралы декларация қабылдады. Елдің тұңғыш президенті болып, бұрын Өзбек КСРін басқарған Ислам Кәрімов сайланды. Шығарылым қызықты болып шықты деген үміттемін. Егер сізге ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Қош, сау болыңыз.